Сәлеметсіздер ме, қазақ елім. Менің аты жөнім Исмұхамбетова Баян. Бүгінгі күн 6 ноябрь 2025 жыл. Мен тек қазақ тілін қолдаймын. Біздің қазақ елімізде тек бір ғана тіл болу керек, қазақ тілі. Мектептер, балабақшалар тек қазақ тілінде болсын. Орыс тілі жойылсын. Осы челленджді қазақ халқымен бірге қолдаймын. Сәлеметсіздер ме, қазақ елі? Мен челленджға қосыламын. Қазақ мектептер, балабақшалар ашылсын, орыстың мектептері жабылсын, қолдаймын 100%. Соны айтайын дегенім ғой. Менің аты жөнім Кетебаева Жұмабике Сабировна, Қостанай қаласынан. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мен Ахмет Талғат Иманғалиұлы. Челленджімізді жалғастырамыз. Қазақ елінде тек қана бір-ақ тіл болу керек. Ол ана тілі қазақ тілі. Қазақ тілін қолдауға бүкіл қазақ елін шақырамын. Армысың, қазақ елі? Бүгін 6 қараша 2025 жыл. Мен қазақ елінде қазақ мектептерінің ашылуын қалаймын. Армысыздар, қазақ елі? Бүгін 6 қараша 2025 жыл. Енді еліміздегі мынау тіл мәселесі жөнінде, соның ішінде балабақшада, мектептерде бәрде қазақша ашылу керек, қазақша болу керек. Тілімізді қорғауымыз керек. Сол себепті осы челленджімізді жалғастырамын.